Армысыздар ардақты ағайын, қадірменді көрермен қауым, бұл овертайм бағдарламасы. Сонымен бүгінгі бағдарламамыздан көретіндеріңіз. Премьер-лигадағы орын үшін тайталас қалай өрбіді? Бірінші лиганың үздік бапкері жаңа таланттардың бар екенін айтты. Олар кімдер? Әлем және Еуропа футболындағы қызықтар. Өткен апта соңында Қазақстан премьер-лигасының 31-ші тур ойындар өтті және соның алдында кейінге шегерілген 2 матчта ойналды. Жалпы премьер-лигадағы биылғы маусымдағы негізгі сұрақтарға біз жауап алып үлгеріп те қойдық. Өйткені үздік үштіктің есімі белгілі. Ал қазір жанталасып жатқан аутсайдерлердің таласы қызып тұрған шағы бар. Олардың ешқайсысында бірінші лигаға қимайсың. Ал осы турдың ең қызықты маңызды матчтарының бірі Елордада Астана мен Қайрат арасындағы ел классикасына баланып кеткен матч өтті. Футболдан Қазақстан премьер-лигасында чемпион команда мен жүлдегерлердің есімі күні бұрын анықталып қойса да, Астана мен Қайрат арасындағы ойынның жөні бөлек. Жыл сайын бас жүлдені сарапқа салатын басты бәсекелестер бұл жолы біріншіліктің бітуіне бір тур қалғанда қайта кездесті. Бүгінгі ойындағы тағы бір ерекшелік қос ұжымды да отандық бапкерлер бастап шықты. Осы орайда Григорий Бабаян мен Андрей Карпович өзара дуэль алдында шәкірттерін бұрынғысынан өзгерек қайрағаны белгілі. Осылайша алаңдағы айқасқа да кезек келді. Иә, қате естіген жоқсыздар. Алыптар арасындағы айқас, жан алысып жан беріскен шайқас, қос мықтының жекпе-жегі. Егер біз мұны басқаша суреттесек, онда бұл ойынның бағасына жетіп, байыбына бара алмағанымыздың белгісі болар еді. Бәрі біз күткендей болды. Екі команда да алғашқы минуттардан кім мықтыны анықтауға бел шеше кірісіп кетті. Осындай шабуылдардың бірінде алаң иелерінің қорғанысы қателікке бой алдырып, Магомед Барагулгов қонақтарды алға шығарды. Алайда Қайрат ойыншыларының қуанышы көпке созылмады. Әуелі сол аяқпен шірене тартып, шеберлігін танытқан Марин Томасов таразы басын теңестірсе, бұрыштамадан берілген допты баспен бағыттай білген Бақтияр Зайнуддинов жанкүйерлерді бір желпінтіп тастады. Мен Астана командасының жанкүйерімін. Астана алға! Біз Астананы күнде қолдап тұрмыз 12 игрокпен. Астана күнде Лига чемпионлықта ойнайды, Лига Европада ойнайды. Біз енді мықты команда екенін барлығымыз білеміз. Астана алға. Ойынның екінші кезеңінде Қайрат ойыншылары қарқынды күшейте түсті. Толасы шабуылдар ақыры өз жемісін беріп, Адеринсола Эссеола есепті 2-2-ге жеткізді. Бірақ Қайрат бұл жолда қуанып үлгермеді. Арада 1 минут өтпей жатып, керемет комбинацияны түйіндей білген Роман Мұртазаев өз командасына жеңіс сыйлады. Игра тяжелая была, наш принципиальный соперник. Мы на него всегда свободно готовимся. Гол соғып алаңға шыққанымды ақтай алғаныма қуаныштымын. Қайрат біздің басты қарсыластарымыздың бірі. Сондықтан да бүгінгі жеңістің біздер үшін маңызы зор. Бір емес 5 голдың куәсі болған жанкүйерлер ойыннан ләззат алды деген сенімдемін. Жанкүйерлер демекші, команданың 12-ші ойыншысына айналған қолдаушылар Астана аренаны алмас қамалға айналдырғаны сөзсіз. Биылғы маусымда өз алаңында 16 ойын өткізген ел чемпиондары бірде-бір мәрте жеңілген жоқ. 13 кездесуде жеңіске жетіп, тек 3 ойында тең тарқасқан елордалықтар Астана аренаға жиналған жұртты жабырқатқан емес. Ендеше жанкүйерлерінің біз чемпионбыз деп ұрандатуы да заңдылық. Сонымен ел классико, дәлірек айтқанда ел классикода мәресіне жетті. Елордалық Астана мен Алматылық Қайрат командалары жанкүйерлердің көңілінен шығатын керемет ойын өрнек көрсетті. Алда дәл осы Астана аренада Астананың Еуропа лигасының топтық кезең аясындағы Яблонецке қарсы ойыны күтіп тұр. Ал бұл чемпиондар әні. Жанкүйерлер ғой футболдың сәні. Жеңіс барда, жүлде барда таусылмайды футболдың мәні.